Ассалаумағалейкум қадірменді бокс сүйер қауым. Дәл бүгін, яғни 22 қыркүйек күні Қарағанды қаласында Қарағанды цирк ғимаратында бокстан әйелдер арасындағы мықтылар турнирі өтіп жатыр. Дәл осы шаршалаңда мен деген мықты боксшы қыздарымыз өнерлерін көрсетеді. Ендеше бүгінгі жекпе-жектерді бірге тамашалайық. Турнирдің шымылдығын ашқан қос қарағандылық боксшы Гүлнар Тұрапбай мен Гүлназ Бөрібаева тартысты кездесу өткізді. Жекпе-жек нәтижесінде Гүлнар Тұрапбай төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. Жеңіске басым дауыспен қызыл бұрыштағы Гүлнар Тұрапбай жетті. Қарағанды облысы. 48 келінің кезекті жекпе-жегінде Ақбота Болат пен Анель Құдайберген шаршалаңда өз өнерлерін көрсетті. Анель алғашқы раундтан бастап қарсыласын джебпен арақашықтықта ұстап, ара-тұра соққыларын дарытып тұрды. Алайда екінші раундтан бастап Ақбота дистанциясын тауып өз ойынын көрсете бастады. 3 раундтың нәтижесінде Ақбота Болат бұл кездесуде басым болды. 48 келідегі тағы бір жекпе-жекте Мадина Бауыржан мен Дельфина Әбілхан арасында өтті. Айқын басымдықпен түркістандық Дельфина Әбілханның қолы көтерілді. Жеңіске айқын басымдылықпен көк бұрыштағы Дельфина Әбілхан жетті. Түркістан облысы. 54 келіде өнер көрсеткен Сымбат Әлиасқар мен Ақмолалық Гүлашар Жақып арасында кездесу бір ауыздан Сымбаттың жеңісімен аяқталды. Бокссүйер қауымның күткен кездесуі бүгінгі күннің тартысты жекпе-жегі 54 келідегі Жайна Шекербекова мен Элина Базарова арасында болды. Әдегеннен-ақ белсенді басталған 3 раундта қарқынын жоғалтпады. Төрешілердің шешімімен Элина Базарова келесі кезеңге өтті. Басым дауыспен қызыл бұрыштағы Элина Базарова жетті. Шымкент қаласы. 54 келінің 3-ші кездесуі Сания Сұлтанқызы мен Рано Пархатова арасында болды. Жеңіске басым дауыспен қызыл бұрыштағы Рано Пархатова жетті. Алматы қаласы. 54 келінің соңғы жекпе-жегінде Анель Сақыш пен Айшагүл Елеубаева кездесті. Анель бұл кездесуде барынша белсенді болып көп шабуылдады. Төрешілердің шешімімен Анель Сақыш қарсыласынан бір бас жоғары болды. Бір ауыздан қызыл бұрыштағы Анель Сақыш жетті. Алматы қаласы. 70 келіде қарағандылық Азиза Исина осы салмақтың фавориті атанған Мадина Нұршаевамен кездесті. Бірінші раундта нокдаун орын алды. Содан кейін Азиза жиналып, екінші раундта жақсы тойтарыс көрсетті. Дегенмен жекпе-жек барысында Мадина өзінің мықтылығын көрсетіп, жеңіске жетті. Бір ауыздан көк бұрыштағы Мадина Нұршаева жетті. Шымкент қаласы. 75 келіде өнер көрсеткен Аида Сарибарова мен Жібек Жарасқызы кездесуінің қорытындысы осындай. Бір ауыздан көк бұрыштағы Жібек Жарасқызы жетті. Жамбыл облысы. Ал тура сол салмақта шыққан Шұғыла Нәлібай мен Валентина Хальзова жекпе-жегінде Валентина қарсыласынан басым болды. Жеңіске бір ауыздан көк бұрыштағы Валентина Хальзова жетті. Астана қаласы.